Алтын балта ертегісі. Ертеде бай мен кедей көрші болады. Кедей диірменге барса, байдың балтасын сұрап алады. Бір күні кедей диірменге барып, балтасын ағып жатқан диірменге түсіріп алады. Ол диірменшіге балтамды алып бер дейді. Ол қолын диірменге салып, бір алтын балта алып шығады. Диірменші кедейден, «Мынау ма сенің балтаң?» деп сұрайды. Кедей, «Жоқ, бұл менің балтам емес» дейді. Диірменші екінші рет қолын салғанда күміс балтаны алып шығады. Сонда диірменші оған, «Мынау ма сенің балтаң?» деп сұрайды. Кедей, «Жоқ, бұл менің балтам емес» дейді тағы да. Сонда диірменші үшінші рет қолын салғанда бір ағаш балтаны алып шығады. Ол кедейден, «Мынау ма сенің балтаң?» деп сұрайды. Сонда кедей, «Я, осы менің балтам» дейді. Сонда диірменші, «Пейілің таза адам екенсің, сондықтан мына алтын балтаны ал» деп айтады. Ол үйіне барып не болғанын байға айтып береді. Балтаны ағып жатқан диірменге қалай түсіргенін айтады. Бай кедейдің айтқанын бәрін қайталап істейді. Ол балтасын суға түсіріп, диірменшіге «Балтамды алып бер» дейді. Сонда диірменші алтын балтаны алып шығады. Ол байдан, «Мынау ма сенің балтаң?» деп сұрайды. Сонда бай, «Менің балтам, я» дейді. Диірменші оған, «Өтірік айтпа, мынау сенің балтаң емес» деп өзінің ағаш балтасын алып береді.